Бірге бақа кезет. Және де достар, вирустар мен бактериялардың адам өміріне қауіпі өте көп. Олар түрлі ауруларды тудыруы мүмкін. Мысалға, түрлі жазылмайтын, емделмейтін аурулар тууы мүмкін. Сондықтан қолдан вирустар мен бактерияларды кетіру үшін адамдар сабынды ойлап тапқан. Сол сабынмен қолды жусаңыз, вирустар мен бактериялардан қолыңыз таза болады. Ал біз соны өзіміз тексеріп көретін боламыз. Достар, видеоға лайк басып, арнаға тіркелеміз. Ал енді бактерияның орнына, мысалға, қара бұрышты алдым. Енді оны суға себеміз. Енді осы мөлшерде жететін шығар. Ал енді суға қолымызды саламыз. Ешқандай реакция жоқ, қараңыздар. Еш нәрсе жылжымайды. Ал енді қолымызды сабындап аламыз. Қазір 1 минут стопқа қоя тұрайын видеоны, достар. 1 минуттай күте тұрыңыздар. Достар, міне қолымды кәдімгі су сабынмен сабындап алдым. Енді көреміз. Мынаны қараңыздар, достар. Барлық осы судағы қарауыштың бәрі қашып баратыр. Қараңыздар. Жан жаққа қашып кетті. Ал қолыңызды сабынмен өшіп жуатын болсаңыз, өстіп бактериялардың бәрі қолыңыздан кететін болады, достар. Енді, достар, осымен видео аяқталды. Достар. Лайктарыңызды басып, комментке өз ойларыңызды жазыңыздар. Және де осындай видеодан тағы шығарайын ба? Онда жаза кетіңіздер, достар. Тағы шығар десеңіздер, мен тағы бір видео шығаратын боламын.